Ассаламу алейкум, құрметті достар. Біз дәл қазір түнгі сағат 3-тің шамасы Арқалыққа жолға шықтық. Арқалық Торғай Амангелді біз сіздерді күтеміз. 3 күндік тур басталды. Біз сіздерді күтеміз! Жігіттер жол бойы ұйықтап келе жатыр. Жігіттер жол бойы ұйықтап келе жатыр. Біз до конца шаршамаймыз. Кешке концерт береміз еще. Жігіттер слабый, жастар. Қайырлы күн, біз бүгін Арқалықтамыз. Арқалыққа келдік Асан Кенжетайдың кезекті ән кешін өткізуге. Мәжіліс залының оператор бөлмесі керек. Дайындық қалай болып жатыр екен. Мына жерде жігіттер звук қояды, экранмен жұмыс жасайды. Жалпы концертке дейінгі дайындық болып жатыр. Присоединим. Фокус, пустим. Монитор. Қалай, арқа деген екі шетін. Түсіріп атсың ба? Да. Санечка, снимаешь? Снимаешь. Отморозок, да? Бляк жүрген базар. Түсірген. Тема. Мен білдім ғой. Сіз тәрілетінде. Кера дейін жігіт. Не? Әне. Оны өтіп дейкенсің. Осымен шығады оясың, не? Иә. Не істейін жатсыңдар? Видео. Прикинь, сені түсіріп отыр. Сенің камера сені түсіріп отыр. Ондайды өтіп өтесің. Қымбат достар, қымбатты өнерсүйер қауым, біз Арқалыққа аман есен келдік. Концерттің басталуына мінеке жарты сағат уақыт қалды. Іштей қобалжу бар. Қобалжу ол кез келген әртістің бойында болу керек. Қобалжу қашан бітеді, әртісте сол кезде өшеді деп ойлаймын. Сондықтан ішкі волнение болып жатыр, бірақ ол түсінікті. Ең бастысы сахнаға бір қадам аттаған кезде оның барлығы сейілу керек. Сол бұйыртса Арқалық, ертең Торғай, одан кейін Амангелді. Бізге Алла күш қуат берсін. Бізбен бірге болыңыздар. Барлығы сәтті болады деп ойлаймын. Біздің жігіттер бәрі сақадай сай. Мен жігіттерге барлықтарына сенем. Бүкіл өз жұмысын біледі, өзінің маманы, мықтылармен, тек мықтылар жүреді ғой. Сондықтан мен де мықты болып тұрмын ғой, сондай жігіттермен жүрген. Сәттілік болсын жігіттер. Давайте алға. Қазағым менің қазағым, түбірің көне түркеген, кешегі ұлы Абайдан
қалың ел қайран жұрт екен, қойдан да жуас аңқылдақ, әлемде жалғыз ұлт екен. Біз сахнаның артындамыз, ана жақта Марғұлан ағамыз ән айтайын деп жатыр. Ал біз залдың артында тұрмыз. Тұмар тобы деген би тобы. Қыздар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы, өте керемет. Тамаша. Керемет. Жақсы. Сәттілік тілеймін сендерге. Рахмет. Давайте. Шығасың сен? Уақыт барады. Дайынсың ба? Дайынбаймын. Әдемі алмай алам. Астық концертте. Енді торғай алмай келесіңдер. Қостанай облысында жоғалған 5 жасар Мәдина Ерлан. Қостанай облысында осыдан бірнеше күн бұрын жоғалған 5 жасар Мәдина Ерланбыз. Подключили солдат Нацгвардии, вертолеты и даже дельтапланы. Последний раз... Аяқ қолымыз сау болып, 12 мүшеміз түгел болып, кейде құмар ойынның құрбаны болып айналған менің туған жиенімнің жаназасына шыққан ән деді. Тарту етемін, қабыл алыңыздар. Ұлдамания. Саған қыздармен жүрөзі. Мына көп маған ба? Концерт құтты болсын. О, бәрекелді, рахмет. Қосаңыз. Енді құда шаға ма? Біріңізге беріп қуантайынды, жүзіңізге беріп қуантайынды. Көрейік шаман жетсе. Асынан әнімді қайтадан айтасың ба? Айтайық ба? Дайын ба? Жібер оны. Онда сен де
Біздің режиссерларымыз бар, световиктарымыз бар, видеографтарымыз бар, мобилограф қарап тұрсаңыз, 10 шақты адам келдік, бір ғана адамның жұмысы емес. Осы жұмысты бағалаған сіздерге 1000 алғыс. Сонымен қатар Аслан, кешің құтты болсын. Көптеген үлкен сахналарды дамыта бер. Бүгін міне халық аз болса да, бірақ барлығының жүрегінен орын тапқан өнерпазсың. Ең осы Арқалық қаласындағы мәдениет және тілді дамыту бөлімінің басшысы Әубәкір Жайнар Жақсылықызына сөз берілген. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Алғыс хат. Құрметті Аслан Кенжетай, Арқалық қаласының тұрғындары және қалалық мәдениет бөлімінің атынан сізге достарым атты ән кешмен Арқалық қаласына арнайы келіп, көрермендерге керемет көңіл сый сыйлағаныңыз үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздің шығармашылығыңыз халқымыздың рухани әлемін байытып, жақсы көңіл күй мен шабыт сыйлайтын құнды өнер. Әндеріңіздің шынайылығы, дауыс мәнері мен кәсіби шеберлігі тыңдармандар жүрегінен ерекше орын табуда. Сізге Арқалық қаласының мәдени өміріне қосқан үлесіңіз үшін ризашылығымызды білдіре отырып, шығармашылық жолыңызда толағай табыстар, жаңа биіктер мен мерейлі жетістіктер тілейміз. Өнеріңіз өркендеп, тыңдармандарыңыз көбейе берсін. Арқалық қаласы әкімдігінің мәдениет бөлімі. Рахмет сізге. Аслан бауырымызға осынау керемет туынды сызғанымыз келіп тұр. Бұл жай кез келген пікірмен барып ала салған сурет емес. Бұл жергілікті ою-өрнек шебері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Арқалық қаласының құрметті азаматы шебер өлкетанушы Шөкбай Бәйдіұлының осындай бір туындысы. Осы ойыңыз шаңырағының төрінен орын алады деп ойлаймын. Бүгін Арқалық қаласына Аслан баламыз келіп қуанып жатырмыз. Концерті айтарлықтай болды. Рахмат. Иә, бала шағасының қызығын көрсін. Осылай концерт көп болсын, біздің немізді, көңіл күйімізді көтере берсін осылай. Біз сізді жақсы көреміз, Аслан. Құтты болсын бәрі. Бүгін міне Қызылқозының баурайы Арқалық қаласында үлкен дүбірлі концерт өтті. Қостанай қаласынан біздің Аслан Кенжетай ағамыз бауырымыз өзінің мінекей Марғұлан Османов бауырымен бірге келіп, өзінің командасымен бірге халықтың үлкен қошеметіне ие болып жатыр. Асеке, анау бір сөз бар ғой, бір жол бар, алыс болса да жақын, бір жол бар, жақын болса да алыс дегендей, 2 сағат концерттің шыны керек қас қағым сәтте қалай өтіп кеткенін білмей қалдық. Сондықтан енді өзіңізге творчестволық табыс тілейміз, шығармашылығыңыз алға баса берсін.
біздің енді арқалық деген өзіңіз айтып өттіңіз ғой, енді балалық шағымның, жастық шағымның өткен киелі топырағым деп. Сондықтан енді осы елге тек осындай шығармашылық жетістіктермен келе беріңіздер. Мәкеңе де тек жақсылық тілеймін. Енді шын мәніне келген кезде жақсының жақсылығын айту керек. Енді Асекеңнің сахнадағы образы, харизмасы, келген адам ешқашан өкінбейтіндей, жақсы бір есте қалатындай, демалатындай концерт болды. Оның басы қасында тек өзіміз емес, отбасымыз, анамыз да, бауырларымыз да кеп батасын беріп, өзіңізге сондай алғысын білдіріп бара жатыр. Сондықтан тек жақсылыққа келіңіздер. Енді құрметті Амангелді, Торғай тұрғындары, жерлестер, осы концертке енді бұйырса, ертең ары күндері сіздердің елдеріңізде болады. Шақырамыз, келіңіздер, қолдаңыздар. Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан шығады дейді. Өзіміздің осындай талантты, қайталанбас, осындай тұлға иелер азаматтарымызды қолдайық. Жақсы кештен қалып қоймаңыздар. Барлықтарыңызды шақырамыз. Ара жалғастырып алып кетейін да мен. Дұрыс айтасың, Рауан. Бүгінгі мінекей Қара шаңырақ Арқалық мәдениет сарайында үлкен дүбірлі күшті кеш болды. Ол әрине біздің мінекей тума талантымыз Аслан және Марғұлан ағаларымыздың кеші. Аслан, сізге көп рахмет. Бүгін мінекей қаншама көрермендерді баурап, үлкен жақсы кеш бердіңіз. Сондықтан барлық Амангелді Торғай тұрғындарын, Тобыл Торғай өңірінің халқын ертеңгі концертте күтеміз. Келіңіздер, көріңіздер, біздің таланттарымызды қолдаңыздар. Енді осы жерде тағы бір айтып өтетін дүние, жалпы мынау осы мәдениет үйі кезінде Торғай облысында ашылған мәдениет үйі, енді биылғы жылы 1 миллиардтан астам қаражат бөлініп, күрделі жөндеуден өткеннен кейін тұңғыш өнерпазсыз шығармашылық кеш болып тұрған осы жерде. Сондықтан да біздің осы елден шыққан талантты тұлғалардың, азамат-азаматшалардың елдің батасын алған жолын берсін Асеке. Осы шаңыраққа тек шығармашылықпен келе беріңіз. Күтеміз. Айналайын арқалық, шығарып салдың қарсы алып. Мінекей 2 сағатқа жуық керемет концерт өтті. Халықтың қошеметі, шынайы пейілі, мен туралы айтып жатқан жақсы ойлары, тілектері, баталары барлығы қабыл болсын. Керемет, күшті болып тұрмын, рахаттанып тұрмын, бір ерекше сезіммен тұрмын. Барлығы суретке түсіп, бір әдемі сәт болды. Әр концерт мен үшін үлкен жауапкершілік. Бұл тарих, сондықтан бұл қайтадан қайталанбайды, басқаша болады. Сондықтан бұл да бір тарихтың қойнауына кетті. Аман болайық, жақсылықта кездесейік. Ертең барлықтарыңызды Торғай, Амангелді, біз сіздерді күтеміз. Келіңіздер, көріңіздер. Достармен өмір тамаша. Қазақпын, қар өлеңге жаны сыңар, қанына тартпағанның қары сынар. Атой сабатқа қонсам Жәнібек боп қарқыныма қайсың бар, кәні шыдар. Бүгінгі білім дұрпақ, алтын сарин атамның сеуіп кеткен дәні шығар. Атылған ақиқаттың ақ жолында ахаң менен жахаңдай арысы бар. Тобыл Торғай топырақ аман болса, толағайдай таланттар әлі туар. Нұрханның бойында Ахметтің аманаты, құлағында Нұрханның дауысы бар. Кескен басы дұшпанға күліп тұрған ергейкінің бойында намысы бар торғайлықтар. Ассалаумағалейкум. Мінекей, өздеріңнің жерлестерің торғайлық өнерпаз Аслан Кенжетайдың Торғай топырағындағы Нұрхан Ахметбеков атындағы мәдениет үйіндегі өткізілетін өнер кеші, ән кеші кешкі сағат 7-де басталады. Қапы қалмай, қазірден бастап берет алып қамданып, концерттің қызығын бірге тамашалайық.
Оспанов, Марлан да Оспанов, барлық Оспанов, мен ғана Кенжетай. Менің әкем өзінің әкесі Кенжетайға ұлдың кенжесі болғаннан кейін Кенжетай қылып жазып алған. Я, менің әкеме де бір қошемет ұрып қойыңыздар. Осы, бірақ қара өлеңнен қара жаяу емеспін. Өзімнің жақсы көрген әндеріме әлі күнге дейін өзім сөз жазып жүрмін. Марлан ағамның бір әдемі әнін естіп, Мәкеңе қолқа салып, осы әнді маған беріңіз, мен сөзін өзім жазайын деп, бір құлпынайым деген ән жазғанымыз болатынбыз. Сөзі менікі, әні айтыскер ақын Марлан Оспановтікі. Жайнап тұрсам көз алдымда, сені қалай ұмытайын. Қарайлаймын сенің жансыз бейнеңе, айналайын Торғай аңшылар, халық полный зал. Жаңа біреулер билет сұрап келіп жатыр деп қасына сөйтіп жатыр. Күшті болып жатыр, маған ұнап жатыр. Әдемі 2 блок өткіздік. Енді 3-ші блок дискотека болды қазір. Бүкіл халықты билетеміз. 19 өлеңген, 9 өлең сахнада билету керек. Күш қуат берсін Алла. Әсем әдемі, жүректің ғашық әуені, бізге жаралған шын ғашықтардың әлемі. Бірге мен саған күнде гүл берем, көңілімді өтінем, жаным қалдыра бермеші, мен сені жаным сүйем. Апа, мен саған күнде гүл берем, көңілімді өтінем, жаным қалдыра бермеші, мен жаққан алау сезімді сөндіре көрмеші, мен сені қорғай сүйемін.
seni торғай сүйемін, мен seni торғай сүйемін. Әсі? Мынау әлі тұрғым? Бұл осылай тұра берсе, бұған құдаша емес, уже құдағи іздеу керек болады. Не керегін артпен бір ойдап тұрыш. Болған екен ба? Все, я вот не остановить, парни. Все, концерт заканчивается. Қайда билексіге отқандар, о? Бірге! Қайдасың қайда достарым, өтеді өмір қастарым, аман болсын деп тілеймін бастарыңдай. Достармен өмір тамаша, бәрі де бәрі жаңаша, көңілі қымбат мен үшін достарым-ай. Қостанай қаласында Қостанайды сағынған жандар үшін Астырдың астанасы Қостанай! Кетпесін Қостанайдан Сен кетсең қамырамын, сағынамын
Өнер көрсетуге келген мен ғана емес, Марғұлан ағамды көрдіңіздер, Рахметті көрдіңіздер. Ертең осы біздің тур гастроліміз ютубтан шығады. Қайрат деген ұлдарымызға мінекей тынымын таппай түсіріп жүр. Және контент-мейкер, менің мобилографым, композитор Арысбек деген ұлдарымыз. Анау Төреғалидың өлеңі бар ғой? Қайтайық үйге, көңілді күйге. Білесің ма? Сол әннің авторы міне. Менің қасымда қиын жігіттер жүрмейді. Мықтылармен жүрген мен де мықтымын ғой. Және музыкада отырған Нұрлан деген жігіт біздің филармонияның бүкіл светіне, летіне, музыкасына жауапты. Және тағы да қаншама жігіттер болды. Ешкімді ұмытып кеткен жоғым бар. Ал бүгінгі әннің финалы болсын. Бір достарым жіберейік тағы да. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, өнерсүйер қауым. Бүгін бір керемет кеш болды. Өздеріңіз куәгер болдыңыздар. Бала кезінен армандап жүрген өзі айтып кетіп жатыр ғой. Осы еліміздің азаматы, өзі актер, өзі әнші, өзі ақын жаңа айтып кетіп жатыр. Елге келіп концерті бағдарламасын ұсынып жатыр. Оған бәріміз куәгер болдық. Керемет бір ерекше концерт болды. Қалай осы сахнада келіп әншілер концерт қойып жүр ғой, бірақ бұл кеш бір ерекше кеш болған сияқты. Концерттік бағдарламасында әртүрлі жанрда әндер бар екен, қаңырап құрамында жүрген ойдақ азаматтарға арналған, қазіргі заманның дерті лудомания жөнінде жаңа айтып беріп жатыр. Сондықтан ерекше концерт болды. Асланымызға көп рахметімізді айтқымыз келеді. Енді мынау өзінің бауырын қолдап келіп жатқан өзіміз көптен білетін, өзіңіз білесіздер, айтыскер ақынымыз Марғұланға рахмет. Осы елімізде болып жатқан үлкен мысалы дүбірлі мәдени шараларға келіп Марғұланды қай кезде де қолдап жатыр, өзінің үлесін қосып жатыр. Сондықтан Марғұлан, сізге де көп рахмет. Енді не айтамыз, енді елім дейтін ел болмаса, ел дейтіндер қайдан болады дейді ғой. Сондықтан осы елімнің атын қайтсем де шығарам деп жаңа өзі айтып беріп жатыр ғой. Бала кезінен армандаған екен,
биылғы жылға өзі осы торғайға келуді жоспарлаған екен. Сондай елге келіп жатқаннан кейін осы халықтың атынан, аудан әкімшілігінің атынан үлкен рахметімізді айтып отырып, және де әкімнің аудан әкімінің атынан бір азаматтай сессия батылы соны табыстауға рұқсат етсеңіздер. Алғысқа құрметті Аслан Бақытбекұлы, Торғай төрінде ұйымдастырылған достарым атты мерекелік ән кешіңіз аудан тұрғындары мен өнерсүйер қауымның жоғары бағасына ие болды. Сіздің өнерге деген ықыласыңыз, сахна мәдениеті мен орындаушылық шеберлігіңіз мерекелік шараның көркін қыздырып, көрермендерге рухани қуаныш сыйлады. Өз туған еліңіз Торғай жұртына деген құрметіңіз бен сүйіспеншілігіңізді өнер арқылы жеткізіп, халықтың жүрегіне ерекше әсер қалдырдыңыз. Жерлестеріңізді қуанышқа бөлеп, ауданның мәдени өміріне елеулі үлес қосқан үшін алғыс білдіремін. Алдағы шығармашылық жолыңызда мол табыс, биік белестер мен жаңа жетістіктер тілейміз. Өнеріңіз өрге жүзіп, абыройыңыз арта берсін. Жангелдин аудан әкімі Бидаш Мұхаммед Серікұлы. Шерімізде үлкен бір республикалық көлемінде алаш сиясы Нұржан Дулат атамыздың үлкен бір керемет тойы болды. Сол тойда арнайы жасалған сөйлеміміз бар еді. Соны енді осы Аслан інімізге табыстағымыз келіп отыр. Мәдениетіміздің төбесінде тұрсын, атамыздың аруағы қай кезде сізді қолдап жеткізгенге. Әнесін қолдап келген Марғұланға қалай шапан жатпасқа. Сондықтан Марғұлан көңілге де ең бір шапан. Осы еліміздің мәдениетімен, өнерінің даму жолында өз үлесіңді қосып келе жатсың. Алдағы уақытта да үлкен табыс тілейміз. Осы Нұржан Ахметбеков атындағы киелі сахнада өз өнерін көрсеткен әншілеріміздің қай кезде жолы ашық болады деп ойлаймын. Сондықтан жаңа Марғұлан айтып кеткендей, Қазақстан халқы сіздің атағына ие болудан тілектеспіз. Көп рахмет. Қадірлі осындай қуанышта бас қосудан нәсіп етсін. Кешегі Толсағанның айтқандай, торғайды жабылғаны алағайға, торғайды жабылды деу жарамайды. Торғайда туып өскен азаматтар өздерін ешкімнен кем санамайды. Қашанда мәртебеміз, мерейіміз үстем болсын. Бір-бірімізді қолдауға келгенде, осылай қол соғып қошеметтеп, шынайы ықыласымызды көрсетіп жүрейік. Амандықта жесек. Ассалаумағалейкум. Құрметті мынау өнер кеш тамашалауға келген Торғайдың халықтары сізге көп рахмет, қошемет көрсетіп, шапақ дегендей адам құлағы жарқырып кетті. Бірақ енді Марғұлан енді інімді Кенжетайды жаңа танып отырмын. Марғұлан енді бұрыннан танимын. Осы Торғайдың жергілікті азаматы дейді Кенжетайымызды жаңа танып отырмын. Әр уақытта Кенжетай ағаңыз Аслан балаңыз. Бұл кереметті концерт болып, отырды жұрттың бәрі менде жаңа билеу қолына келмесе деп ебелеп қозып айдала шығып кетсем ба деп өзімді шақырып тұрдым. Бұл енді біз мынау жаңа айтып отырмын ғой, шеге жақтан
шеті жақта жастар ертеңінде фестиваль деген болады. Сонда ылғи бірінші орынды бермейтін да. Сол өнер, дарыған ауыл, ел, Аслан балам осылай жұртыңды жолың болсын, әр уақытта осындай сый құрмет көре бер. Керемет кеш, керемет тамаша бол. Біртүрлі қуаныш бойымды керемет отқан адамдар да сонда қуанышта шығар. Еліңді отта, елге жейкелікті. Осы туысқандардың атынан саған алғызбай. Келесі жүздескенше сіздердің ақ баталарыңызбен Құдай қаласа келер жылы Қазақстан бойынша тур жасаймыз иншалла. Сол кезде сіздер айтасыздар, бұл концерттің біріншісін біз көргенбіз деп айтасыздар. Достар менің тамаша Бүгін біздің Аслан ініміз мынау Торғай, Келі Торғай жерінде Нұрхан Ахметбеков атындағы мәдениет үйінде бір керемет ән кешін өткізді. Достарым деген өзі Асланның тәтесі болам мен. Інілеріме шығармашылық табыс тілеймін. Жаңа Марғұлан інім айтты ғой, халық әртісі бол деп, сол тілекке мен де қосылам. Аслан ініміз алдағы уақытта халық әртісі болып жаңа айтып жатыр, бүкіл Қазақстандар алаймын деп, біздің Торғай жерінің атын шығара берсін. Бауырыма тек қана амандық тілеймін. Бүгін міне Қарт Торғай жерінде біздің қара шаңырағымыз атанды 13 жаста Нұрхан ақын деген Нұрхан Ахметбеков атындағы мәдениет үйінде керемет кеш өтті деміз, концерт өтті. Мына біздің Аслан бауырымызға шын жүректен, елдің атынан, халықтың атынан алғысымды айтқым келеді. Ерекше концерт болды деп ойлаймыз. Осы бауырымызды былай қарағанда өз басым бірінші рет көріп отырмын. Жан жақты әнші екенін де, биші екенін, актер екендігімен қатар бүгінгі таңда осы мына бір мәдениет үйіндегі жиналған қауымды өзіне қаратып, бәріне шынайы, шын пейілмен осындай кеш өткізген үшін алғыс айтқым келеді. Жалпы Асланның жолы ақ болсын дегенде, бұл алғашқы беташары болсын, елдің азаматты болсын деген жақсы тілек айтқым келеді. Мінекей, көптен күткен, көппен біткен іс болды. Келі Торғай, Дархан Торғай ғой, атының өзі айтып тұр ғой, Дархан. Кең, пейілі кең, баладай көңілі, даладай дастарханы бар, ұлан ғайыр, елі, жері бар. Осы әрбір ата бабаларымыздың рухымен, күшімен қалған киелі сахна, киелі жер, сол жерде мен өнерімді көрсетіп тұрғаныма шын бақыттымын ағайын. Шынымен қуаныштымын. Осы бір киелі сахнаға мектеп жасында айтысқа келіп жүргенде, тағы да әнші өлең айтуға келген кезде ол сахна талай ән айтқанбыз, айтысқанбыз. Сол жерге мен жеке кешімді беремін деп ойладым ба. Бұл да Алланың қалауы. Жаңа аузыма Алла сөз салып жатыр. Құдай қаласа осы Торғайдан, елден алған бата қабыл болып, келер жылы иншалла Қазақстан бойынша тур жасауды нәсіп етсін бізге. Астана, Алматы, бізге шегінер жол жоқ, тек алға. Қазақтың жігіттері тоқтамасын, алда болайық. Торғай, рахмет. Кигізген шапандарыңызға, берген сыйлықтарыңызға көп рахмет. Аман болайық.
балаңмын деп еркелесем жаман бенді. Әлемнің жеті бірдей кереметін ағайын Құдай қиып саған берді. Жеті кереметпенен қатар тұрған 8-ші керемет аман келді. Ассаламу алейкум, қымбатты амангелділіктер. Бүгін мінеки сіздердің елдеріңізге тағы да табан тіреп жатырмыз. Бүгін бұйыртса біздің керемет кешіміз болады, шоу-концерт болады, домбырада болады, қоғамдық мәселеде болады, айтылмаған ән, айтылмаған сөз қалмайды. Барлық өнердің жиынтығы бүгінгі сахнада болады. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Арсылдап тұрған түнгі жол Құрдасым, мен үшін сен аралап қайшы қыласың Өзіңнен сәлем жолға аула Анамның жақтан қара пешей Қызатын солай жұлдыздар жайлап ауыл кеші Жүретін ылғи қайда жүрсем де жүрегімде бір көше ауылдан не жаңалған шықырласың мен үшін сен аралап қайшы қыласың өзімнен сәлем жолдап ауылдастарым қолдасың Үйдің кенжесімін, қара шаңырақтың иесімін, бауырларымның бәрі Оспанов. Мен ғана Кенжетай. Барлығы сұрайды, Марлан Оспанов, әкең Оспанов, сен өзі кімнің баласың деген сияқты. Мен әкем өзінің әкесіне Кенжетайға жаздырып алған. Бірақ енді айтысқа қатыспасақ та қазіргі таңда қара өлеңнен қара жаяу емеспін. Өзімнің жақсы көрген әндеріме өзім сөз жазып жүрмін. Марлан ағамның бір керемет әні бар еді. Соған өзім сөз жазып, өзім қолқалап, құлпынайым деген әнге сөз жаздым. Әні айтыскер ақын, сазгер Марлан Оспановтікі, сөзі Аслан Кенжетай. Әр жігіттің бір құлпынайы бар шығар. Арқалықтың ақтаңы деп жырлағандар көп қой, бірақ торғайдың түрі жырланбаған шығар осы кезге дейін. Ендеше торғай түнінен бірге шығайық. Торғайдың түні тамаша, қан
жолсыз жағайық болашақтың қадырына қарай. Мардан Оспанов, көңіліміз құласа шөл боламыз, тілегей кәсіпкейде көл боламыз. Түсінер біреу бізді түсінбесте, ағайын, актер деген ел боламыз. Біреулерге арманбыз. Кинода төлемші ойнасаң бір өмірде түрмеге түсуің шарт емес. Сондықтан осы бір әнді сен жетер жеріне жеткізіп айтасың деп маған арнайы осы әнді жолдады, осы әнді берді. Бұл әннің сөзі өте ауыр. Бұл сөздер қайдан шықты дегенде, осы өмірдегі болған оқиға, азап ойының түбі тек өлім, басқа жол жоқ. Осы бір әнді сен халыққа жеткіз деді. Осы ән сол өзінің туған жиенінің жаназасында шыққан ән «Лудомания». Ол өздеріңіздің жерлестеріңіз, талантты ол. Жалпы менің қасымда жай жігіттер жоқ қой. Себебі біз жай жерде шыққан адам емеспіз. Сондықтан киелі мекен талантты ол X-факторға қатысты, Қазақстан дауысына қатысты. Менің қасымда Әміре деген әнші ұлдарыңызды білесіздер ғой. Менің қасымда бірге жүрді, менің үйімде тұрды, бір нанды бөліп жедік. Ол құс болып ұшып кетті, бүркіт болып. Ендігі қасында жүрген Нұрахмет, бұның да Құдай қаласа жұлдызы жанады. Керемет әнші, талант әнші, профессиональный әнші. Мен енді профессиональный актер шығармын, бірақ ол профессиональный әнші. Олай болса, өздеріңіздің ұлдарыңыз, жерлестеріңіз Нұрахмет Махмуд. Ассалаумағалейкум, жерлестер. Шын енді өтірік айтпай қалған қобалжып тұрмын. Өйткені осыдан 15 жыл бұрын осы сахнаға табан басып, алғашқы сахнаға деген киелі жерге келгеніме 15 жыл болып қапты. Мына жерде отқан Лиза апайымыз да куә, осындағы жұмысшылар да куә. Енді қуаныштымын. Шыны керек осында шыққаннан кейін бір ұсыныс тасталды. Одан кейін мен міндетті түрде Амангелдіге баруға міндеттімін дедім. Сондықтан рахмет, қош келдік. Кеше уайымдадым, әйтеуір адам келмей қалмас екен дедім. Бірақ келіпсіздер. Көп рахмет. Осы кісімен, Аслан Кенжетаймен танысқанына 10 жыл болыпты. Алтын кісі, бауырына басып, жақындарым қолдамаған сәтте мені қолдаған жан. Сондықтан осы кісінің қасынан табылуға тырыстық.
жаққан алау сезімді мен сені жаным сүйемін Сословно үйленбей жүрген. Шынайы гүл берсе шынайы қыз алатын екен. Пластмасс болғаннан кейін енді куклама бірдеңе аласың. Мен айтамын да, Руслан, сен бұлай жүре берме. Жасы 37-те менімен қатар. Бұлай жүре берсең саған құдаша емес, уже құдағи іздеу керек болады. Рахмет, Руслан Талғатұлы. Өмірдегі қосылмаған қос ғашықтың бір-ақ қана сөзі бар шығар. Неге? Менің бүгінгі кешімнің аты достарым, осы Қостанайдағы өткен концертімде осы достарымның қолдауымен өткен. Айтылар әнде достарым,
Кештің аты да достарым. Ал кеттік. Достар! Оған билеу керек емес, болмайды. Билейікші! Come on, let's go! Ай, бәсе! Ай, бәсе! Мәссаған. Қайран жастық шақ. Ортаға келіп билегенде күшті болып кетті. Мынау Асланды мен танымай қалып жатсам, мен Марғұланды ғана танимын ғой. Марғұлан менің землягым. Сөйтсем мынау қабиласы басқа болғасын танымай жатырмын ады. Сөйтсем бұл да менің землягым екен. Рахмет, рахмет. Ендеше осы барлығымыз бір жердіміз ғой. Осы Қостанайда кешінде осы Қостанай туралы бір ән естігім келді. Өзім орындауымда бір ән болса екен деп армандап жүргенім. Марғұлан ағама қолға салдым. Мәке, сіз сөз жазыңыз, бір Қостанай туралы бір ән жазайықшы деп. Сонымен Қостанай қаласында деген әсем ән өмірге келді. Сіздер үшін тарту етейік. Қостанай біздің ортақ жеріміз. Жібер!
кешіміздің де соңына жақындап келе жатырмыз. Сіздерге өнер көрсетіп жатқан менің командам. Айтпақшы айта кетейін, мына видеоға түсіріп жүрген осы елдің баласы. Қайрат деген ұлдарыңыз, Амангелдің тумасы, осы киелі топырақтан шыққан. Барлығы өзіміздің жігіттер. Мына мобилограф жігіт, мықты композитор, контент-мейкер. Төреғалидың әні бар ғой, қайтайық үйге, көңілді күйге деп айтқан осы автор мінекей. Ал төрде отырған бізде музыка қойып, светті қойып, ледті қойып отырған біздің Қостанайдағы филармонияның, облыстық филармонияның жарығы, светі, главный звугі осы жігіт. Және өздеріңіздің ұлдарыңыздың Рахмет Махмуд. Және айтыскер ақын, сазгер Марлан Оспанов. Және Сурбойдақ Өшән дейді Руслан. Ал ендеше достарымды бір жіберейік. Сіздердің құрметтеріңізге. Аслан Кенжетай алдарыңызда қадірлі қошеметті қойыңыздар, тағы бір мәрте концерт ұнады ма? Бәрекелді, осындай ыстық ықыласыменен қошеметін көрсетіп жүретін қадірлі халқым, өздеріңнен айналамыз. Я, ел ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды. Осы елдің
Аудан әкімі Қанат ағамыз өзі келіп құттықтап, бана қолын алып Асланға ақжолдай тілеп кеткен. Батасын алып, мінекей халқының алдында өнер көрсетіп жатыр. Ендеше құттықтау сөз кезегін Амангелді ауданы әкімінің орынбасары Төлен Сахан Оңжанұлына берейік. Қайырлы кеш, құрметті бүгінгі кешке жиналған қауым, әнсүйер қауым. Бүгін міне 2 сағат осы сахнада бізге өнерін паш етіп бір керемет демалыс болды деп ойлаймын. Бұған дейінгі әншілер 1 сағат 20 минут қоятын еді, біз 2 сағат тамашаладық бүгін. Қазақта айтады ғой, мынау елім дейтін ер қайдан шықсын, ерім дейтін ел болмаса дейді. Міне біздің Торғай өлкесі қашанда таланттарға бай, тұнып тұрған талант, біздің Торғайда адамдар өседі, тұлғалар өседі. Міне осы 5-6 айдан бері біздің осы жерде біраз жерлестеріміз келіп өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Соның ішінде бүгінгі кеш өте ерекше деп ойлаймын. Өйткені осы өнер қонған әулет, міне осы панттар әулеті Марғұлан енді баршаңыз білесіздер. Асланды білесіздер деп ойлаймыз. Енді Асланмен көбінесе тойда кездесіп қалып жүрген шығарсыздар әрбір тойдың барысында. Бірақ осы елге деген сағынышын, өзінің осы шығармашылық кешін өзі туған өлкеге осы арнап жүргеннің өзі біз үшін үлкен қуаныш. Сондықтан да осындай жерлестерімізді, таланттарымызды әрқашанда қолдау ол бізге де парыз деп есептеймін. Мұны уақытты да бөлу керек. Бізде әлгі әрине шаралар көп, концерттер болып жатқан бар, өнер адамдары келіп жатқан танымал жетерлік. Бірақ сол жаңа айтып жатырмын ғой, өзімізден шыққан балаларды, ер жетіп келе жатқан жігіттерді осы елдің таланттарына осы елімдеп келген кезде соны ерімдеп қарсы алып осы жерде уақытты бөліп келуіміз керек. Осы келіп отқан адамдарды мен осы өнерді құрметтейтін, өнерді сүйетін, ән сүйетін қауым деп сіздерді ойлаймын. Міне сонау қасиетті Торғайда Шилі деген ауыл білесіздер, Қайнекейдің ауылы, атақты Қайнекей Жармағамбет сонда жатыр. Атақты Серікбай ағамыздың ауылы. Міне осы елден шыққан азаматтар да осы азаматтар емес. Міне Асланның өнерін өздеріңіз 2 сағат 20 минуттай өтіп кетті. Қалай тамашаладыңыздар? Қашанда бұл біздің мына осы сахнамыз, осы Амангелдінің сахнасы қазір 60 жылдық тарихы бар сахна. Бұйырса 1-2 жылда бұған 60 жыл болады. Осы сахнада қазақтың талай өнер майталмандары өнер көрсеткен. Бұл да Аслан киелі сахна, қазақтың жаңа халық әртісі болатын арманыңды айтып жатсың. Осы сахнада жерлесіміз халық әртісі Әнуар Боранбаев тұрып өнер көрсеткен. Сол кісінің саған тағдыры бересің, сол кісінің жолын берсін. Мынау әрқашан елге келген қадамы құтты болсын. Өнерде сені біз кинодан да көріп жүрміз. Жаңа айтқан театр сахнасынан да білеміз. Былтыр осы қаншама қойылымдарда ойнап жүрсің. Міне жігіт 8 қырлы, жаңа 1 сырлы жігіт болады дейді ғой. Міне қазақтың сондай азаматысың. Бүгін тағы бір өнеріңді паш етіп ортамызға келіп отқандарыңа Амангелді халқының атынан сіздерге көп рахмет. Енді жаңа аудан әкімі Қанат Уашев өзі келіп осы жерге келіп құттықтауын айтып кетті. Енді өмір болғасын әртүрлі шаруалар болып жатады. Жаңа себебін айтып жатыр. Бірақ аудан әкімінің сіздерге деген алғыс хаты осы алғыста жазылған. Алла қаласа халық әртісі болып жатса кейін Әнуар ағамыздың осы жерде музейі бар. Сол сияқты Аслан Кенжетайдың музейінің бір жерінде тұратын алғыс хат сізге қазір арнайы табыс етейін. Осы сахнада бастадым деді ғой жаңа, рахмет. Осы сахнада
кішкентайынан ең алғашқы бұл сахнаға шықты. Міне есейгенде 15 жылдан кейін біздің сахнамызға тағы келіп ән айтып жатыр. Алла қаласа, рахмет, сен үлкен сахналардан көрейік, үлкен жерлерден көрейік. Мына орамал тол болмай жол болады деген. Мына азғантай сый-сыйпатымызды қабыл аласың. Ал мәке сіздерді қашанда қошеметтеп жүрген сіздерге көп рахмет. Қашанда өнерлеріңіз өрге жүрсін. Алла қаласа үлкен сахналардан көрейік сіздерді. Еліміз аман, басшы жұртымыз тыныш болып, осындай өнер тамашалайтын өнерсүйер қауымымыз көп болсын. Тек қана жақсы күндерде жолдайық. Рахмет сіздерге көп. Рахмет. Сағаттың концерттеріңізге рахмет. Рахмет, аман келді. Сізге көп рахмет. Мына жаңа айтып жатқан әрбір сөздің шаңы бар. Бүгін мына кішкентай ғана жұлдыз болып алдарыңызға келіп отыр. Ертең үлкен жұлдыз болып алдарыңызға келген кезінде үлкен стадиондарда орын болмай, мінекей осы өнерпаздардың айтып жүресіздер. Ең алдында осынша жылдары мінекей осы біздің кішкентай ғана сахнамызда адам толы болмаса да барын салып өнер көрсеткен деп айтып жүресіздер. Ертең бұлар да үлкен болып есейіп, жарқыраған жұлдыз болған кезінде бүкіл Қазақстан тәнті болған кезде айтып жүреді. Менің азғантай 10 шақты көрерменім 100 адамға татитын еді, 1000 адамға татитын еді деп жүреді. Сондықтан да сол кесіп достар қадірлеріне. Қашанда қадамдарына нұр жаусын, Алла Расулары алда болсын. Аман сау болыңыздар. Рахмет, аман келді. Достарым ай, қайдасың қайда? Өтеді өмір. Концерт күшті өтті, күшті көңіл күйде болдық. Асланға сәттілік тілейміз. Концерт тамаша өтті, әдемі өтті, күшті, вообще кәдімгідей демалып қалдық. Көптен көп рахмет. Айналдырған 2-3 адам 2 сағаттан артық концерт алып шығу деген өте үлкен ерлік деп ойлаймын. Бұл менің әрі группасым. Алдағы болашақта тек қана сәттіліктер тілейміз. Өте тамаша. Енді әр жақта өзің нені іздейсің ғой, замандастарын. Кеше Торғайда да өзіміздікі, Арқалықта да. Торғай деген вообще керемет болды, я. Вообще керемет болды. Күшті аңдып тұрсың ғой, жазып тұрсың ғой бәрін. Тура осы атмосфераны түсіре берейікші. Мінекей менің Амангелдегі алтын группаластарым Дәмелі, Айнұр, бізді қолдап, өнерімізді қолдап, өзімізді қолдап. Кезінде бірге оқыған, дымымыз жоқ кезінде, Бопай болып жүрген кезінде, содан бері біледі. Бопай дейіндер айтам, я Бопай деп айтыптым. Ең бар еді онандай портфель, мынандай портфель ұстап жүрем. Ішінде 2 ручкамен, қызыл ручкамен, көк рубашка, ручка, ішінде қағаздармен жүретін ек тек көрі. Келатқандай сесен. Қайсы? Бетке атасың. Ана не бар дейсің ғой, костюм бар, міне ішінде рубашка бар, пальманың суреті бар рубашка. Оранжевый, мәссаған. Сондан бері қызық кездер басымыздан өтті ғой, қаншама. Күшті 2006-2009 ғой, әлі қартаймаппыз. Қыздар да сол қалпында, біз де сол қалпымызда өмір өтіп жатыр, бірақ сонысымен қызық, керемет болды, аман келді. Көп-көп рахмет. 2 сағат болыпты ғой, 2 сағат, мәссаған. Жұрттар 1,5 сағат қана береді екен. Біз деген 2 сағатқа дейін жыртылып жүрік. Так что программа қысқартайық шамалы. Сонда шаршамаймыз. Рахмет, аман келді, рахмет. Кездескенше көп-көп рахмет. Амандықта Торғай, Арқалық. Біз әлі жалғасады. Біздің Торғай ауданы, Торғай облысы дей берейікші. Көп-көп рахмет. Келесі кездескенше, жүздескенше. Достармен өмір тамаша.